Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 3-ші сыныптың 3-ші сабағы. Тақырыбы мәтін. Балалар, мәтінге тән белгілерді есімізге түсірейік. Мәтіндегі сөйлемдер мағыналық жағынан өзара байланысты болып келеді. Мәтінде белгілі бір ой болады. Мәтінге ат қоюға болады. Ал балалар, енді есімізге түсіріп болсақ, келесі 11-ші жаттығуды оқиық. Гүл күлтелерін мәтіннің бұдан да басқа белгілерімен толықтыр дейді. Мәтіннің негізгі ойы болады. Оның тақырыбы болады. Мәтіннің тірек сөздері болады. Азат жолдан басталады. Негізгі бөлімі болады. Содан соң кіріспе бөлім және қорытынды бөлімнен тұрады екен. Келесі 12-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Глобус. 3-ші А сыныбында бір глобус жылап тұр екен. Сұмдық-ай, деді мұғалім шошып. Кім сені осыншама жәбірлеген? Шаншаров, деді де глобус қыстыға жылап жіберді. Ол кеше сабақтың соңында бокс көрсетемін деп мақтанып, менің басымнан төмпеш деді. Әй, Шаншаров-ай, деп кейді мұғалім. Глобуста нең бар еді? Қазір бүкіл дүние жүзі бейбітшілік үшін, жер ананың жүрегіне жара салмау үшін күресіп жатқанын білмегенің бе? Орнынан сүйретіле түрегелген Шаншаров ұялғаннан қып-қызыл болып төмен қарады. Мұғалімнің нені меңзегенін түсінді. Мәтіннің авторы Нұрғали Оразұлынан. Мәтінді оқып болдық. Енді төмендегі мәтіннің мазмұнына байланысты берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін кейіпкерлерін сипаттап жаз дейді. Балалар, мәтіндегі мұғалім ақылды, мейірімді, жанашыр. Глобус сенгіш, ақ көңіл. Шаншаров мақтаншақ, бұзық. Мәтіннен тірек сөздерді тап дейді. Мәтіндегі тірек сөздер: глобус, мұғалім, Шаншаров, бокс, сабақ, дүние жүзі. Қарамен жазылған сөйлем туралы өз пікіріңді айт дейді. Қарамен жазылған сөйлемді бір оқып алып, мынандай ой түюге болады. Бұл мәтінде мұғалім табиғатты қорғау, жерімізді аялау керек екенін меңзеп тұр. Яғни, бүкіл әлем соғыссыз, тыныш өмір сүргісі келеді. Оған зиян тигізбеуіміз қажет екенін түсіндіріп тұр. Бұл сөйлем бізге жерді қорғап, бейбіт өмірді қадірлеуді ескертеді. Келесі 13-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Мәтінді оқып, бөліктерді дұрыс қалыпқа келтір. Балалар, бұл мәтін 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі: айым аспанға қарады. Аспанда шарбы бұлт көшіп барады. Мәтіннің екінші бөлігі: әже, аспанға кім түтін жіберді? Бұлт қой, ол түтін емес. Жоқ, түтін. Өзіңіз дұрыстап қараңызшы. Үлкен кісі де көк жүзіне назар салды. Мәтіннің үшінші бөлігі: зеңгір аспанда көшіп бара жатқан бұлттар түтінге ұқсайды. Тіпті түтіннен аумайды. Әже немересіне бұлт дегенді қалай түсіндірерін білмей ойланып тұр. Әрі қарай осы мәтінге байланысты тапсырманы орындаймыз. Зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын төмендегі қай дерек көздерден табуға болады дейді. Төменде бізде синонимдер сөздігі, фразеологиялық сөздік және түсіндірме сөздік берілген екен. Зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздер мағынасын біз түсіндірме сөздіктен қараймыз. Ал ендеше балалар, зеңгір, шарбы бұлт, түтін сөздерінің мағынасын түсініп алайық. Зеңгір дегеніміз, балалар, бұл өте биік, жоғарыны айтамыз. Шарбы бұлт дегеніміз ақ мақта сияқты үлпілдек бұлт. Түтін дегеніміз от жаққанда шығатын қою ауа. Келесі 13-ші жаттығу: мәтіндегі әже мен немересінің диалогын қатесіз көшіріп жаз. Диалогты өздерің ауызша жалғастырыңдар дейді. Балалар, диалог бізде қалай аяқталған еді? Диалог бізде әжесі немересіне бұлт дегенді түсіндіре алмаған жерінен аяқталған еді. Ал енді балалар, біз ары қарай жалғастырайық. Әжесінің сөзі: бұлт су тамшыларынан немесе мұз кристалдарынан тұрады. Жаңбыр, қар сол бұлттардан жауады. Бұлттар бізден өте алыста болғандықтан түтін болып көрінеді. Бұлт аспандағы ақ мақтаға ұқсаған су буы.
Енді түсіндім әже, деді айым. Мінеки балалар, диалогты осылай аяқтасақ болады. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарға рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.